Балалар, бүгінгі тақырыбымыз осы. Енді мен тақтаға жазғанымды көшіріп алыңдар. Балалар, мен директор шақырып отыр, мен тез директорге барып келейін. Отыра тұрыңдар. Сәлеметсіз бе? Сізге новыйдан оқушы келеді. Соны дұрыстап, балаларыңыз ешқандай мазақ қылмай, дұрыстап дос болсын, жарайды ма? Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз новыйдан келеді оқушы деп жатыр еді. Аха, бер келіңіз, жақындаңыз. Атыңызды бүкілін жазып жүріңіз, ата-анаңыздың номерін бүкілін. Так, мына жаққа келіңіз, мына жаққа, мына жаққа. Алдыма келіңіз. Так, атыңыз кім болады? Менің есімім Назерке. Аха. Мен қазір сізден ата-анаңызға звондап, номерін бүгін алып алайын қазір. Одан кейін сізді құжаттарыңызды өткізуге ата-анаңыз келеді. Болды, орныңызға отыра берсеңіз болады. Фу, подруга, анау не деген жағымсыз қыз. Новыйдан оқушы келеді деген кезде прям әдем қызы келе ма десем, ачкары қыз келіпті ғой. Мен де солай ойлаған. Фу, тірін-ай, біз сияқты болмай ма хотя бы? Сол ғой. Фу, қазір дос болайық десе не дейміз? Білмеймін. Конечно, дос болмаймыз. Фу. Мені ешкім жақтыртпай атқан сияқты. Қоңырау соқты, наконец-то, подруга, жүр Астанаға барып келейікші, иә? Я жүрші қарным ашып кетті ато. 9 класс болу оңай емес. 9 класс болу оңай емес, жүр. Иша алдында әнті келатыр, мода келатыр, көптеген тесттер, емтихан келатыр. Сол ғой, ту, бопты. Сәлем қыздар, сенде мен дос болсам бола ма? Сол ғой, сол. Опот қыз не деп тұр бізге? Фу. Соны айтам. Дос болайық дейсің бе? Фу, семен ешкім дос болмаған, біздей әдем болса мен дос болады деп ойлайсың ба? Фу, кетші бар. Фу, жүр кеттік, подруга. Кеттік. Тамақ шейкі шыққан ашып кетті. Сол ғой. Мені ешкім жақтыртпайды ғой. Мен де осындай әдем болып кетсейін, сосын мен оларға көрсетем, өздеріне очкарик болып келсін. Сол ғой, подруга, сондай болды, короче, кеше. Потом, білесің ба не болғанын? Кеше не болды сомен? Короче, қалайсыңдар қыздар? Не ғой, бүгін клубқа барып қайтпадық па? Чё там? Я, мен қатты келісемін. Енді подруга білесің ғой, ол маған ұнайтынын. Енді сен қала беретін шығарсың, екеуміз ғана барып қайтсақ, а то сен третий лишний болып қаласың. Болдың да, кеттік, жігіттің боласың. Бүгін кеш өте жақсы өтіп жатыр, я. Не ғой, мен сені бұрыннан жақсы көріп жүргенмін, саған айтайын дегенмін, менің қызым боласың ба? Подругам еріп кеттім деп. Подругам соншалықты сатқандай ойламаппын. Жігіт үшін мен тастап кеткен ес. Бағана ғана Асханаға барып неше түрлі тағамдар жейміз деп отыр едік. Ужас бар ғой. Бірақ самый обидный бағана очкарик қызды мазақтағаным бар ғой. Сол подругам жаман екенін біліп едім. Барып кешірім сұрамасам. Сол подругам еріп жаман болып кеттім. Сәлем, сен бағана новенький қыз емессің бе? Я, сол қызбын. Ой, өтінем, кешірім сұрайым, мен білесің ғой подругам қандай екен. Мен сол подругама еріп, кішкене бұзылып кетіппін, сен де мазақтап жібердім, кешірші өтінемін. Жарайды. Сен қандай мейірімді жансың? Саған жүр енді Асханаға барып екеуміз подруга болайық. Жарайды. Ал подругаң келгенде сен не деп айтасың? Ой, мен онымен вообще араласпаймын, болды. Жарайды, кеттік. Ол подругам қызық болып жатыр, я? Я, мен сен ойламаппын пианино тартады деп. Ё-майо, не деген қызықты. Подруга, бұрында мен ана подругамен только клубтарға баратын едім. Қазір сен неше түрлі дамып жатырмын, неше түрлі гитара тартамын. Және де достар, сендер де осы подругаларыңды сатып кетуші болмаңдар. Тек қана оның түріне қарамай, оның мінезіне қарап дос болу керек. Ал және де лайк, подписываться ұмытпаңдар. Я.